Ассалаумағалейкум, құрметті емделушілер. Күнделікті маған сұрақтар көп келеді, жаңа WhatsApp-қа. Әсіресе осы соңғы кездері қойылып жүрген сұрақ ертеякуляция, яғни тез бітіру. Жалпақ тілмен айтқанда, осы тез бітірудің емі бар ма, қандай жолдары бар, үйде емделуге болады ма, дәрі ішсем болады, қандай ішсем болады, болмаса қалың еміне жүгінейін ба деген сияқты сұрақтар көптеп келеді. Мысалы, бүгін ғана тез бітіруді осындай қалай емдейміз деген бір емделушіміз бар. Алдымен тез бітіру дегеніміз не? Бұл мүше басындағы сезімталдықтың жоғары болуынан болады. Әртүрлі жағдайлар, енді ол витаминнің жетіспеуі, адам ағзасындағы, я болмаса жыныстық қатынастың ұзақ уақыттан бері болмауы, әртүрлі жағдаяттарға байланысты. Ал осы кезде маған тағы да сұрақ қойып жатыр, мынау лидокаин көмектеседі ме именно осы мәселеге деген сияқты. Лидокаин аптекада тұр, сатып алсаңыз болады. Енді қосылардан алдын пайдалансаңыз пайдасы сол ғана, атак ол емдейтін нәрсе емес. Былайша айтқанда, емдеу мақсатында қолданылатын нәрсе емес, оны өздеріңіз де білесіздер. Енді осы тез бітірудің ең негізгі шешімі алтын қоңыз емі. Алтын қоңызы емі деп жатқан себебім, оны ішкен кезде именно простата безіндегі суықты инфекцияны тазалап барып емдейді. Ол суықты инфекцияны тазалаған соң жаңағы простата безі қалыпты пішіне келеді, дұрыс жұмыс жасайды, дұрыс жұмыс жасаған соң қан жүреді. Енді қан жүрген соң арғы жағы өздеріңізге белгілі болғандай аспап дұрыс жұмыс жасайды. Енді аспапты қаннан басқа ешнәрсе көтермейді ғой, оны өздеріңіз де білесіздер. Жалпы алтын қоңызбен емделем деген ниеттеріңіз болатын болса, көрсетілген номерге WhatsApp-қа жазыңыздар, біз көмектесеміз сіздердің емделулеріңізге.